Достар, қайырлы кеш, қалайсыздар? Үйге келдім. Негізі менің есігім қолданбайды. Отпечаток пальцымен ашылады да. Былай қоям, и солай ашылу керек. Бітіп ашылып кететін. Қазір ашылмай тұр. Андай батарейкасы өліп қалған дейді. И мен оны білмеймін, батарейкасы бар екен ше. Сонымен қазір үйге кіре алмай тұрғаным бар, заттарым мынақта тұр міне. Не істерімді білмей, хозяйка қазымызын чөп тұрып қана алмай тұр. Үйге кіре алмай тұрмын. Представляете, үйдің іште ешкім жоқ. Biz апортқа келдік. Тамақшыге. Осы составпен. Ал бүгінгі күніміз туралы айта кетейін. Таңертең 11-де тұрып, Дастанға қарай келдім. Біз видео түсіріп бөттік. 11-де тұрып, 2-ге дейін бұл кісіні күттім. 2-ге дейін ұйықтап қалған ғой бұл кісі. 12-де алып кетем деп еді, сонымен 2-де тұрып, қазір такси жіберем деді, үй жағына қарай алдырдық. Потом үй жағына келіп, видео түсіріп, торговый центрға келіп түсірдік. Киім ауыстырды, қайта барып келіп, сонымен уақыт кетіп қалды. Сонымен енді плов жеуге бар жатырмыз. Қарным ашты, кеше плов бұйырмап еді, енді бүгін жеп тұрмын. Поехали. Такси келді ма? Такси? Кеш жарық достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, бүгінгі күндеріңіз қалай өтті? Сол Алматыдамыз әлі. Кішігірім жұмыстарымды ретке келдіріп, Құдай қаласа Түркістанға қайтатын боламын. Қазір сол үйдің жанында донер бар екен, соған келіп тамақтанып жатқан жайымыз бар. Күн салған Алматыда. О, свет күшті жанда. Осылай отырмыз Алматыда. Алматыдан барлықтарыңызға жалынды сәлем. Сәлем достар, бүгін біз тойдамыз, Ақнике қият боламын. Осындай күні бойы бүгін таң атпастан жұмыс бітіріп, қазір тойға келіп қалдым. Қыздар, сразу айтып қояйын, Алла қаласа осы айдың 13-і мен кетем, басқа қалаға бір апта болмаймын. Маған осы айда келем, тонировка жасатам, немесе боятам, немесе сложный окрашивание жасатам дейтін қыздар, стрижкаға келем, ботоксқа келем дейтін қыздар, жігіттер. В общем, күтем, келіңдер, е? Ата ертең кетіп қалсам тағы да ұят болады. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Біз Киванаға давно келмеппіз ғой. Как всегда біздің нелеріміздің барлығы Киванада негізі келсеңіздер барлығын бір магазиннен алып кетуге болады. Бұл жақта Мұхаммед Али бар, мұнда Наби бар. В общем, барлығымыз келдік. Мынау шампунь, біздің қолданатын шампуньдар, мынау бальзамдар. И үйге керекті заттардың барлығын қазір осы жерден алып кететін боламыз. Бүгін біз Жетісудағы Киванадамыз.